Енем қорлап еді. Екі қолға бір күрек ниетіне сай таба алған Райхан түнімен ұйықтамай көршілер мен дүкенді үйретіп, демалмастан 10 килограммға дейін түшпәра тиіп тастайтын. 5 жасар қызы да анасына әжептеуір қолғанат. Райханның түшпәрасы деп сол маңдағылар таласып тармасып алатын. Сырымнан сол күйі хабар жоқ. Жиған ақшасына қарапайым, арзанырақ телефон сатып алған Райхан анасына да хабарласты. Алайда сырымның онда бірде-бір рет келмегенін естігенде жүрегі ауырды. Ағасы қолдап, бір шама керек дүние мүлкін төркіні әкеп беріп, өзінің де қолы жүріп, жақсарып, жүзіне күлкі үйіріле бастады. Бір күні дүкеннің есігінде жабыстырылған торт пісіріп табысқа шық деген хабарландыруды көріп, дереу қоңырау соғып, ол курсқа да жазылды. Ол кезде тортты қазіргіде екінің бірі пісіре бермейтін. Ағасының атынан несиеге керек жарағын суретке түсіріп саламын деп, қымбатырақ телефонда алған Райхан көп ұзамай қаланың танымал кондитеріне айналды. Курсқа қатысқанда Инстаграм арқылы жақсы клиент табасың дегенді естіген болатын. Алдамапты. Бар өнерін салып, торттарын да, түшпәрасын да сатып, бір ауық өз-өзіне келе бастады. Баста көшіп келгендегідей емес, макарон ғана жемей, балаларының сұрағанын алып беретін жағдайға жетті. 6 айда жоқшылықты да, тоқшылықты да көріп өмірге төселіп кетті. Өзінің пысықтығы мен ниетінің тазалығы болар, жағдайы жақсарды. Адамдардан алғыс та алады, ақша да табады. 6 айдан соң жалынып, жалбарынып, алып кетуге сырым келді. Тәтті сөздеріне алданған жас келіншек тағы 4 баласын жетелеп үйіне қайта барды. Жеңгесі сонда: "Бекер қылдың, бекер, өз қолың өз аузыңа жетті. 6 ай қайда болыпты? Барма" десе, анасы: "Балалар әкесіз өспесін, бар" деп бәз-баяғы өміріне қайта оралды. Енесі қойсын ба, тиісуін үдетіп: "Итімдей боп қайтып келдің ба? Баламен еш жерге сыймадың ба?" деп тілін түйреуін қоймады. Бекер келдім бе деп өкінгеннен пайда жоқ. Бұл ауылға әлі ешкім торт пісіріп сатпаған. Бар ойы осы тәттілерде болып, елдің алғысын алып, өзі ақша таба бастады. Үйдегі ұрыс-керістен шаршағаннан ба, бұл сәтте сырымның көңілін аулар жас қыз өмірінде пайда болған. 6 ай балаларын қаннен қаперсіз ойламауына да осы себеп. Жығылғанға жұдырық болып, күйеуі көзіне шөп салып, үйге түнемейтін болды. Гүлнардың мұндайда жаны кірмесе шыққан жоқ. Есін жиып келер деп жүргенде, қайын сіңлісі тұрмысқа шығамын деп тойға дайындық басталып кетті. Үйден ұзатып шығарған қыздың жоқ жітігін түгендеп, дастарханның бәрін жалғыз өзі ғана дайындап, небәрі 2 аптада құр сүлдері қалды. Әйтеуір абыроймен шығарып салды. Бірақ бір кездері Райханның енесіне: "Маған не істесең қызыңа соны істеп, алдыңа келсін, сол кезде түсінерсің" деп қарғағаны ма екен. Қайын сіңлісі барған жеріне тастай батып судай сіңе алмады. Себеп, күйеуінің туыстары келінді менсінбейді. Ой Алла, осындайда өмір бумеранг дегенге келіспеске амалың қалмайды. Күн сайын анасына телефон соғып шағымданып отырады. Ондайда Гүлнар: "Қызымды отырса опақ, тұрса сопақ қылып бітті мыналар" деп шамданатын. Осындайда келінің қызыңдай болмайды дегенге келіспеске болмайтындай. Келініне көрсеткен құқайы аз емес ененің өз қызының бармай жатып сөз түрткіге айналғанына ана жүрегі қан жылап, ахілеп-үхілеп жүр. "Қарғайын деп қарғамадым-ау, аузымнан қалай шыққанын білмедім. Бақыт тілеймін қайынсіңліме" деген Райхан күндіз-түні айтқан сөзіне өкініп жүрді. Алайда 6 айдан соң той жасап шығарып салған қайын сіңлісі бар жүгін жинап ажырасып келді. "Бұдан артық шыдай алмаймын, бар аңдығаны мен" деп жылап келген қызын Гүлнар: "Оңбағандар, не жаздың екен сонша? Бармайсың болды, бармайсың. Жерде жатқан қызым жоқ" деп әбден шатынаған. Артынан да ешкім іздеп келмеді. Сырымның өз сезімі өзінде. Жас қызбен өткізген махаббаттың буына мас болып, үйге қабақ шытып келеді. Жақындап, әкеліп жауысқан балаларын бірін итеріп, бірін айғайлап маңына жолатпайды. Төсегін Райханнан бөлек алғалы қашан. Осындайда адуынды енеге кім үшін шыдап жүрмін деп Райхан іштен тынып өксіп жылайтын. Міне бүгін жас қыз шашын жайып үйіне келді. Әдеттегіше Сырым жұмыста. Есіктен аяқ киіммен баса көктеп кірген жас қыз таңғы шайын ішіп отырған бұларға жақындап, амандық та саулық та жоқ. "Ішімде Сырымның баласы, менің не кінәм бар?"
Немереңе жаның ашымай ма? Сотқа беремін осыдан менен бас тартса. Тарта алмайды, тартып көрсін осыдан, бәріңді құртамын, деп дікеңдеп кетті. Ойбай, не дейді көтек? Деп бір сәт өзіне қарсы шыққан жас қызға ашуы келгенімен масаттанып қалғандай. Райханды одан бетер басынатын бұл жаңалық оған жақсы болғандай еді. Енді бұл үйде қалудың ешбір мәні жоқ екенін түсінген Райхан, сырым келгенше бар киімін, артынан келген дүние мүлкін көлік жалдап көшіп кетті. Жолай кетіп бара жатып, бақтым деп сол қызды тапсаң, саған ешқашан қарсы болмаймын, тек сен үшін деп өткізген ит өмірімен алыймын, деген хабарлама жазып нөмірін сындырып тастады. Өз әке-шешесінің үйіне уақытша тұрақтаған Райхан енді мұнда қалудың ешбір мәні жоқ екенін түсінді. Еркек таппай қалғандай, отбасылы еркекпен көңіл жарастырған жас қызға бір күйініп, мұны ақымақ қылған күйеуіне бір күйініп, Райхан бұл жерден кетпекші болды. Солтүстікке кетуге өтінім берді. Үй, жұмыс, қаржылай көмек беріледі деген соң, кетпестен басқа амалы қалмағандай. Мұнда күтіп, ұстап тұрған ештеңе де жоқ. Оның үстіне сырымның айтқандарына иланып, бір рет барып өкініп келді. Мұнда жүре берсе, барып келіп ит қорлық өмірімен жасынан ерте қартайып та бара жатыр. Осылай өз оймен өзі арпалысып, есік алдында отырған Райханға анасы келіп қасына жайғасты. Қызым, бұл нақты шешімің бе? Ол жақта орыстар, ешбір танысың, не туысың да жоқ. Оның үстіне суық болады. 4 бірдей баламен қайтесің? Осында-ақ жүре берсеңші. Сол жұмысты осы жақтан көр. Ақша сұраса, алмай жатқан несиеміз ба? Бір несие алсақ та амалын табармыз. Деді анасы, көңілі қызын 4 бірдей жиенімен алысқа жібергісі келмей. Жоқ мама, керек емес. Алысқа кетсем де онда баспанам болады, жұмысым болады. Алғаш барғанда ақша береді десті. Мұнда не істеймін, айтыңызшы. 3 күннен соң көрге де үйренеді дейді. Үйренісіп кетермін. Оның үстіне сырымды кездейсоқ көріп қалғым келмейді, деді орнынан тұрып, қолымен шалбарын қағып. Ай, қайдам қызым, қайдам. Сенің де тағдырың қиын болды-ау. Бар уайымым сен болдың қартайған шағымда, деп бір күрсінді. Уайымдамашы мам, білесіз ғой қызыңыз епті екенін. Әлі-ақ аяққа тұрып кетемін, деді анасын иығынан құшақтап. Анадайда сөздерін естіп тұрған жеңгесі, бір кеткенде бармау керек еді. Айттым мен саған, адам болмайды олар, болмайды. Адамның айтқанын тыңдасаң бәле де жоқ, деді ашуланып. Райхан жай ғана күліп, маңдайыма бір барып келу жазылған шығар енді жеңге. Сен де бір. Аузыңнан сөзің, үстіңнен бөзің түсіп отырмай, бетіңді ашып айтарыңды айтып отырсаң, осыншалықты басын бас еді. Күйіп кетем сенің осы жуастығыңа. Анау енең оңбайды. 2 жастың ортасына есі кеткен түседі. Анау қыз, ек қабатпын деген бәле. Ертең келіп, 2 аяғын бір етікке тықсашы, деді ашуланып, қолындағы табағын шашығымен ары-бері сырғытып сүртіп. Көрер енді өздері, қарғамаймын, деп бір күрсініп алысқа тастаған жанарына жас толып, оны анасына білдірмей саусағының ұшымен сүртті де, шай ішейікші, деді күліп. 2 аптадан соң кетуге жиналды. Қостанайдың бір шеткері ауылына жіберетін болыпты. Балабақшадан жұмыста, баспана да береді екен. Тек ұшақпен кететін болғасын, артық зат ала алмайтын болғанына қынжылды. Ең басты деген киім кешектерін алып, анасы мен жеңгесін жылатып, ағасы мен әкесін мұңайтып, Райхан балалармен солтүстікке ұшып кетті. Жап-жақсы үй, жұмыс және бірнеше айға жететін азық-түлігін алуға берген жәрдемақысы. Тек көңілі суық. Балаларын мектепке, балабақшаға тіркеп жұмысқа кірісіп кетті. Басында орыстарын бөлектеп, бұл орысшаға шорқақтау болып, әбден жатсынды. Бірақ ниеті таза қыз емес пе? Уақыт өте маңайдағылар жақсы көріп бастады. Орыстардың тіке айтатыны болмаса, жаны ашып бауырмалдық танытып, үйіндегі біраз заттарын да берді. Өзімен ештеңеде ала алмады емес пе, ұшақпен келгесін. Қосымша торттарын да істеп ақша тауып жүр. Сырымның анасы, енесінің бір кездері, біз болмасақ аштан өлерсің, біздің үйден ғана тоя тамақ жеп жүргенің, жуынды ішкен бейшара, деп талай кемсіткен сөзін есіне алып, бірде күлсе, бірде ашуланатын. Мұндағы өмірі әлде қайда жақсы. Әлде жақсы адамдарға жолықты ма екен, Аллаға аян. Мұнда тұрақтағанына да 2 жылдан асып, әбден төселіп, абыройлы болды. Бәрі Райхан десе,
қолы алтын, пысық келіншек дегенді ғана айтады. Ал жеңгесі мен жолдас келіншегінен естуі бойынша, бір кездері жеңгесінің ашынып тұрып айтқанындай, жаңа келіндері енді енесін зыр жүгіртіп, алдында қордай жорғалатады десті. Әбден енесінің адуынды мінезін ғана көрген Райхан бұған сенбеді. Алайда бұл рас еді. Райхан кете салысымен, мені сырға салып алып кет, әйтпесе зорлады деп шағым түсіремін, соттатамын, деп бопсалап келін болып түсті. Оған тойын, беташарын жасады. Ертеңіне ақ мінезін көрсеткен енесіне, сенің мінезің жаман болса, менікі сенікінен өтеді, бізге килікпей жайыңа отыр, деп енесінің талай бетін қайтарып, тіпті жыларманға дейін барған. Күйеуінде адам қорлы көрмей, таңнан кешке дейін үй тірлігін жасамай жатып алады. Енесі сырым қайтып бір-екі рет қол көтергенде, арыз жазып милицияға ұстатып жіберді. Аяғының ауырлағанын сылтауратып, әбден есіріп кетті. Сырым да бұл сәтте жұмысынан қысқартуға ұшырап бос қалды. Анасының жалғыз зейнетақысымен күнелтіп, жағдайлары төмендеп кетті. Анасының міндет қылып, мен сендерді асырап отырмын, дейтіні тағы бар. Сырым ішкілікке жақын болып кетті. Үйіндегі жарамды заттарға дейін сатып, жатып жер алқашқа айналды. Айы күні жетіп, қыз туған жас әйелі баласына да қарап жарытпады. Шырылдап жыласа да, бұлған қағып жүргені ары-бері. Гүлнар жұбатып қарайды сәбиді. Соңғы кезде Райханды сыртқа тепкі қылғанына қатты өкінді. Қадіріне жете алмадым, көз жасы тиді ме екен, деп жылап алады. Райхан балаларға алимент төре деп арыз жазғанда, Сырым жұмыссыз делінген. Анасының зейнетақысынан алуға болады дегенде, анасы сот орындаушыларға жағдайын айтып, оны да төлемеді. Бұл сәтте Райханның шын көңілі қалған. Қысты күні есік алдындағы мұзға аяғы тайып жығылған Гүлнардың оң аяғы сынып, жамбасы шығып, төсек тартып жатып қалды. Сырымның бір сау күні жоқ. Өздігінен жүріп тұра алмай жатқанда, бір апта қаладағы қызы келіп қарасып, жұмысына шақыртып қайта кетті. Тіпті сыртқа шыға алмай, ас суға қолы жетпей, лезде мүсәпірдің күйін кешті. Тамағы кеуіп, ыстық-ыстық шай ішкісі келеді. Оны әкелетін келін бар ма? Мені көрдің ба дегендей, бұлғаңдап керден қағып көз алдында бір сөзін делмей ары-бері теңселіп жүргені. Үй жиналып, Сырымның да, анасының да ыстық тамақ ішпегелі қай заман. Гүлнардың да қан қысымы да қоса көтеріліп. Соңғы рет қызы салып кеткен памперсімен жатқанына бір апта болды. Телефонның да қуаты таусылып, тоқ қуаттағышына да жете алмады. Бар күнәсін түсінген Гүлнар селкілдеп жылап жатты. Теңселіп, мама деп кірген Сырымға, телефонымды қуаттап берші, өтініш, айналайын, деп бір кездері Райханнан тартып алған телефонын ұсынды. Қазір деп теңселіп барып, қуаттағышқа қойып, өзі есіктен шыға бергенде құлады. Құлаған жерінде боғауыз сөз айтып, бір төңкеріліп, қорылдап ұйқыға кетті. Қарсы бөлмеден шыққан келіні, «Алқаш, атауыңа шүкір Алқаш», деп үстінен аттап кетті. Селк-селк етіп жылап жатқан Гүлнар ыстық тамақ ішкісі келіп, қарны да ашты, жүрегі де ауырды. Арада бірер сағат өткенде Сырым оянды. «Телефонымды әперші айналайын», деді оянғанын көре сала. «Айбай, басым», деп теңселіп тұрып, телефонын қуаттағышымен қоса алып, анасының үстіне лақтырып жіберіп шығып кетті. Саусақтарымен дір-дір етіп, телефонын қосып қызына қоңырау шалды. «Келші құлыным, бір кеп кетші, айтарым бар», деді жылай. Сандуғаш сол сәтте-ақ жолға шығып, 3 сағатты араға салып келді. «Не боп қалды мам, қорқыттыңыз ғой», деді есіктен алып ұшып кіріп. Бөлменің іші қолаңса ес сасып кеткеннен жиркенген қыз, «Не мынау, кеше жаялығыңызды ауыстырып тұр деп едім ғой мына қатынға», деп дереу іске кірісті. Анасын шомылдырып, бөлмесін ретке келтіріп, ас ауқатын беріп, жеңгесіне, «Анама бір сәт қарасаң болмас па еді, айтып едім ғой», дегені сол, «Басымда ұртпашы, сен қалып едің ақыл айтпаған, Алқаш ағаңмен алысамын ба, ауру шешеңмен алысамын ба, әлде кішкентайыма қараймын ба, жаның ашса алып кет, селтеңдеп жүрмей өзің», деп иығынан қағып есікке бетте бергені сол, қайын сіңлісі бетіне, жеңгесі шашына жармасып жылысып кетті. Сырттан келген Сырым әйелін ұрды. Есесіне арыз жазып, тағы 3 күнге қамауға алынды. Гүлнар қызына, «Райханның көз жасы жібермеді», деп еңкілдей жылады. «Қайда екен өздері?» деп 2 жылдан бері алғаш рет сұрады. «Қостанайда»,
Фейсбуктан көргенмін деді. Сөйлесіп тұрасың ба? Деді дірілдей. Жоқ, бір рет жазып едім, жауап бермеді, деді қызы қатқылды дауыспен. Көрсетші, суреттері бар ма, деді жыламсырап. Баяғы көз жанары сөнгендей кіртиіп тұратын көзі бал-бұл жайнап тұр Райханның. Жүрегінде ақауы бар деп ауруханаға тасып жүргенде талай ұрыс шығарып, кейде жібермей қойған немересі жүгіріп жүрген видеосы да тұр. Солқ-солқ етіп жылады. Қолда барда алтынның қадірі жоғау. Хабарласшы, нөмірі бар ма? Кешірім сұрайын, қанша өмірім қалды дейсің? Деді соңғы сөзін айта алмай булығып жылап. Ой, мам, қанша өмірім қалды деген несі? Бір нәрсені айта бермеңізші, деді қызы ұрсып. Хабарлас, деді Гүлнар көз жасын сүртіп жатып. Фейсбукте мой номер деп тұрған жерден кіріп, қоңырау шалып берді. Алло, Райхан, құлыным, қызым, мені кешірші. Мен саған әділетсіздік жасадым. Қадіріңді кеш түсіндім. Балдар қалай? Алтындарым сол, деп қатты жылады. Жақсы бәрі, мама, жыламаңыз, бұл өмір ғой. Мен сізді баяғыда кешіргенмін. Мен кім кешірмейтін, бізде бәрі жақсы, деді. Әрі қарай ойы тұрмақ, сөзін жеткізе алмаған Гүлнар жылап қалды. Тысқа шығып сөйлескен Сандуғаш, жеңге, қалайсыңдар, деген әңгімесінің аяғын қашан келесіңдер? Анам төсек тартып жатып қалды, күнде сендерді айтады, деді. Осы жылы жазда барамыз, інім үйленгелі жатыр, соған барамын, деді. 4 айда Гүлнар жазылып аяққа тұрды. Сырымның жас әйелі жетіспеушілікке де, басқасына да шыдай алмай, баласын алып кетіп тынды. Сырым ішіп жүр. Ал Райхан бал-бұл жайнап інісінің қуанышына келді. Бұл сәттен хабардар Гүлнар да бұрынғы құдасының үйіне барды. Немерелері амал жоқ селқос амандасқанын көрген Гүлнар бір түрлі болып талай жасаған қиянаты үшін іштей өз-өзін жек көрді. Қонақтардың аяғы саябырлағанда Гүлнар дастархан басында: Кешіріңдер құдалар, құдағилар, мен әділетсіздік қылыппын. Басыма таяқ боп тиді. Райхан, айналайын, сенен тұрып, басымды иіп тұрып кешірім сұраймын, деді орнынан тұрған Гүлнар көкірегіне қолын қойып тұрып. Жоға, о не дегеніңіз? Деді Райхан сасып қалып. Ой, осы қыздың осы мінезай. Жоға, дейді ғой, осы кемпір үшін не көрмедің сен сорлы? Деп аузы жылдам жеңгесі бұрқылдап отырғанда ағасы: Тыныш отыршы сен, деді көз алартып. Билетте жазылған күнді айтып, кетеміз деген күніне дейін Сырым мен анасы қайта-қайта келіп кешірім сұрап, жыларман болып жүрді. Сырым киініп, жуынып, сау күйінде барып жүрді. Кең жүректі Райхан соңғы рет мүмкіндік берді. Қазір бәрі бірге. Гүлнар апа Райханды қызындай көріп, алақанына салып отыр. Немерелері де әжелерінің мінезі оң жаққа өзгергеніне дән риза. Немерелері десе шығарда жаны бөлек. Ара-тұра мейрамдарда: Әй жастар, барыңдар, көңіл көтеріп келіңдер, балдарға өзім қараймын, дейді. Сырым да арағын қойып жұмысқа шықты. Ауылында торттың ханшайымы деп атайтын Райхан қазір шын бақытты. Бірақ осы бақытқа жету үшін естімеген сөзі, көрмеген қиындығы жоқ. Адамның қадіріне жету үшін осынша қиындық пен қатыгездікті көру шарт па екен? Бір адамның бақыты үшін бір адам себеп болу керек пе? Дегенде ой келді. 5 күндік жалғанда сіз біздеп сыйласқанға не жетсін шіркін? Райхан сияқты кең жүректілер де көп емес-ау. Баланы анасы мен әкесінен айырмай, келіндеріңізді қыздарыңыздай, келіндер енелерін өз анасындай көрсін деп тілеймін. Барша оқырманыма әйел, ана бақытын тілеймін. Соңы.